Мен қарапайым қарттарды сүйем. Мұқағали Мақатаев. Мен қарапайым қарттарды сүйем. Не деген кермеді? Не біледі осы жұрт, не біледі? Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Сақалыңнан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың артта қалар? О, тірі шежірелер қалдырыңдар. Қанеки, нелерің бар салтқа жарар? Қанеки, нелерің бар аталарым? Ұрпағыңа ұраңғып апарамын. Сенімдеріңді ақтаймын да, сендердің мұрагерің атанамын. Осылай деп қарттардан қалап келем, өнеге өсетін санап көрем, тоймаймын, сұранамын. Себебі мен де бір күн жауап берем. Қарттар бізді тастайдау күйінемін. Ой өмір-ай, не қылған қиын едің? Сондықтан да садақ болып биілемін. Сауыт болам, тек қан киінемін. Бәрекелді. Жасың нешеде сенің? 8-де. Қай сыныпта оқисың? 3-ші. 3-ші сыныпта оқисың ба? Кім боласың өскенде? Кім болғың келеді? Генерал. Ойбай, Генерал. қарайтын адам бар ғой, қарайтын адам. Әнші болғың келмей ма? Бұл енді бәрі болғысы келеді енді. Генералда, футболиста Генерал болсыншы. Сен ана ғылыми еңбегіңді. Иә. Ғылыми еңбегі бар әлі. Ақында диссертация қорғады. Талдықорған қаласында 16-шы орта мектебінде оқиды. Сонда жаңағы мынау мектеп арасында мына қала бойынша кіші ғылыми академиясы болған. Соған мына тақырыбы өмірін өнерімен өрнектеген Құдайбергеновтер әулетінің ұрпағымын деген тақырыппен диссертациясын қорғап бірінші орын алған. Соңында енді өкінішке орай бүгін енді аспаптарымызды алып келген жоқпыз екеуміз. Сасырнай ойнайды, сол соңында осыны қорғап жүріп, жаңа сасырнай ойнап қазақ әжесі мен атасының өнері немерелеріне азық болып жатыр. Тамаша, өнерің өрге жүрсін.